Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгін біз жоғары білімді модернизациялау құзыреттілік тәсілі дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біз құзыреттілік жайлы айтатын боламыз. Жалпы қазіргі кәсіби білім берудің педагогикасындағы құзыреттіліктерді нарықтық экономиканың қатынастары тудырған білім жүйесінің жаңа мақсаттары ретінде қарастырған жөн. Оның жаңалығы неде? Бұл жаңа мақсаттардың дәстүрлі мақсаттардан, білім беруді ұйымдастырудың академикалық көзқарастарынан айырмашылығы неде? Оның басты айырмашылығы білім берудің құзыреттілік моделі еңбек нысанынан, өктемдігінен дербес, бірақ одан мүлдем бас тартпайды. Ол білім беру үрдісінің нәтижесіне пәнаралық, интеграциялық талаптарды көбірек талап етеді. Құзыреттілік көзқарастың мәні сонда. Білім берудің мақсаттары дағдылар мен қабілеттерді еңбек саласында қолдана алумен сипатталады. Сондықтан құзыреттілік ұғымы белгілі бір пәндік әрекетті жүзеге асыру үшін қажетті таным мен қарым-қатынас қабілеттерін қамтиды. Сондықтан кәсіби құзыреттілік құрылымында пәндік немесе арнайы, әдіснамалық және әлеуметтік құзыреттіліктерді ажыратады. Эльконин пікірінше құзыреттілік ол адамның әрекетке араласу өлшемі. Ал Шишов құзыреттілікті білім мен жағдайдың арасында байланысты құруға мүмкіндік беретін білім, құндылық, бейімділікке негізделген жалпы қабілеттілік ретінде қарастырады. Құзыреттілік көзқарасының қолдаушылар пікірінше, бұл көзқарас қазіргі қызмет етіп жатқан білім беру жүйесі мен қоғамның қажеттіліктері арасындағы алшақтықты жоюға көмектеседі. Себебі бұл көзқарастың мәні сонда. Ол білім берудің мақсаттарын келесі триада ретінде құрастырады. Ол әрекет ету іскерлігі, өмір сүру іскерлігі және де іскерлік қабілеті. Филатова көрсеткендей, құзыреттілік көзқарасының негізгі идеялары төмендегідей тұжырымдалады. Ең біріншісі, ол құзыреттілік өзінің құрамына білім берудің интеллектуалдық және операционалдық компоненттерін де қамтиды. Содан соң, құзыреттілік ұғымы тек когнитивті және операционалдық технологиялық компоненттерді ғана емес, сонымен бірге мотивациялық, этикалық, әлеуметтік және мінез-құлықтық компоненттерін де қамтиды. Ол оқыту нәтижелерін, құндылықтық бағдарлар жүйесін, әдеттерді және тағы басқаларын қамтиды. Содан соң, құзыреттілік мәні ол меңгерген білім, іскерлік, дағдыны, тәжірибе мен мінез-құлық тәсілдерін нақты өмірлік жағдаят, нақты іс-әрекет саласында жұмылдыра алу қабілеттілігі. Бұл сипаттамаларға Голуб пен Чураков төмендегілерді қосады. Құзыреттілік ұғымы процессуалдық сипатқа ие. Яғни, құзыреттіліктер тек әрекетте айқындалады және сол әрекетте ғана қалыптасады. Содан соң құзыреттілік көзқарас адамның өзгермелі қоғамға, жаңарып отыратын технологияларға бейімделу қажеттілігінен туындады. Құзыреттілік ол өзгермелі қоғамның талаптарына жауап ретінде, өзіңнің бойында өзгерістерді жасауға қабілеттілік, бірақ білім берудің негізгі ядросы тұтас дүниетаным мен құндылықтар сақталу қажет. Құзыреттілік көзқарастың мәні мен идеяларын, оның құрылымындағы білім беру мақсаттарын толық және терең түсіну үшін, осы әдіснамалық көзқарастың мәнін ашатын екі ұғым, құзыреттілік пен құзырлық ұғымдарын қарастырған жөн. Құзыреттілік ұғымының мәнін анықтауда, ең бірінші профессор Құсайынов жетекшілігімен жасалған педагогика және психология бойынша қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі қаралды. Онда келесі анықтама ұсынылады. Құзыр білік, яғни компетенция. Жалпы алғанда белгілі бір тапсырманы орындауға қабілеттілік немесе бір нәрсені жасау. Тіл мен психолингвистикада тілдің базалық, абстрактілі ережелерін меңгеру. Бұл жерде құзыр мен сөйлеуде тілді қолдану дегенді айыра білу керек. Құзыр теориясы лингвистикалық білімдер мен грамматиканың теориясы болып табылады. Сот психиатриясында сот отырысына қатысуға психикалық тұрғыдан қабілетті деп есептелетін адамды белгілеуде қолданылады. Әдетте, құзырлықты анықтағанда адам жауаптылықтың мәнін және айыптау үкімі шығарылуының заңы салдарынан түсінеді. Адам өзін қорғауға қатысуға қабілетті деген критерийлер есепке алынады. Сөйтіп, құзыреттілік, яғни компетентность ұғымы қазақ тілінде белгілі бір салада шешім қабылдауға, тұжырымдар жасауға мүмкіндік беретін адамның қабілеттілігі мағынасында қолданылады.
Бұл қабілеттіліктің негізін білімділік, хабардарлық және іс-әрекет тәжірибесі құрайды. Осы арқылы құзыреттілік ұғымының жинақтаушылық, кіріктірушілік сипаты айқындалады. Адам білімді және сәйкесінше тәжірибені меңгеру негізінде құзыретті болады. Сондықтан құзыреттілік ұғымы қазіргі таңда елімізде, шетелде де білім берудің нәтижесі ретінде қолданылады. Қазақстан Республикасы 12 жылдық жалпы орта білім берудің жалпыға міндетті стандартында құзыреттілік оқушылардың іс-әрекеттік әмбебап тәсілдерін меңгеруінен көрінетін білім нәтижесі. Бұл жерде білім берудің нәтижесі ретінде көрсетілген құзыреттіліктің мәні де білімге негізделген іс-әрекет тәжірибесін табысты меңгерумен сәйкестендіріледі. Қазақстан Республикасындағы 11 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасында да құзыреттілік ұғымы іс-әрекетті табысты орындау қабілеттілігімен сипатталады және білім берудің нәтижелері ретінде анықталады. Джон Равин құзыреттілік нақты пәндік салада белгілі бір әрекетті жемісті орындауға қажетті қабілет. Ол өзіне бір саланың білімін, ерекше пәндік дағдыларын, ойлау тәсілдерін және өз әрекеті үшін жауапкершілікті түсінуді қамтиды. Құзыреттіліктің табиғатының ерекшелігі сонда. Ол адамның құндылықтарымен үйлесімдікте ғана айқындалады. Яғни бұл әрекетке деген тұлғаның үлкен қызығушылығы болған жағдайда көрінеді деп тұжырымдайды. Сонымен Джон Равин құзыреттілікті қабілет тұрғысынан қарастырады. Осы көзқарасты Шишев пен Волкова да ұсынады. Шишев 1996 жылы Берн қаласында өткен «Ключевые компетенции для Европы» атты симпозиум материалдарына негізделе отырып, құзыретті маманның кәсіби іс-әрекетте өзінің білім мен іскерліктерін, сонымен бірге әрекетті орындаудың жалпыланған тәсілдерін жұмылдыра алу қабілеті ретінде анықтайды. Волкова құзыреттілікті қабілеттер мен іскерліктердің жиынтығы немесе жүйесі ретінде қарастырады. Құзыреттілікті тұлғаның кіріктірілген қасиеті немесе кіріктірілген тұтастығы ретінде Зинняя, Татур, Гаибова, Чернявская, Арғынбаева, Таубаева, Мучкин және Селевка, Петров қарастырады. Зинняя құзыреттілік ол білімге негізделген, интеллектуалдық және тұлғалық айқындалған адамның әлеуметтік кәсіби сипаттамасы ретінде адамның өзекті қалыптастырылатын тұлғалық қасиеті деп тұжырымдайды. Қорытындылай келе, ғалым құзыреттіліктің қандай болса да түрінің міндетті компоненттерін көрсетті. Олар төмендегідей: құзыреттілікті іске асыруға жағымды мотивация, іс-әрекеттің мазмұны мен нәтижесіне құндылықты қатынас, белгілі бір әрекетті іске асырудың тәсілін таңдаудың негізінде жатқан білімдер, бар білім негізінде қажетті әрекеттерді жемісті орындауға бағытталған іскерлік тәжірибе, яғни дағды. Бүгінге біздің дәрісіміз аяқталды. Дәрісіміздің жалғасын келесі видеомыздан қарай аласыздар.